Қайырлы күн, сәлем қыздар. Мен бүгін сіздермен өз каналымда өте дәмді, тез дайындалатын құймақпен бөліскім келеді. Құймақ жасау әдісімен. Ол үшін бізге керегі 3 жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 3 ас қасық қант, 3 ас қасық сұйық май, 200 грамм сүт, 200 грамм ыстық қайнап тұрған су және ұн 200 грамм. Ал енді бастайық. Бірінші кішкене 1 шымшым тұзымызды салайық 3 жұмыртқаға. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Және осы жұмыртқаның үстінен жаңағы 3 ас қасық қантымызды қосамыз. Біздің құймағымыз өте дәмді болу үшін. Көп адамдар қантты аз қосып жатады. Піскеннен кейін, дайын болғаннан кейін жаңағы тосаптармен әртүрлі дәмдеуіштермен жеу үшін. Ал мен үйде балалар болғандықтан олар бірден пісіріп жатып жеп қояды. Сол себептен 3 ас қасық қантты қосамын. Және осының үстінен сүтімізді құямыз, бөлме температурасындағы 200 грамм. Осы сүтімізді жақсылап араластырамыз. Блендермен жасасаңыздар да болады. Араластырған кезде әркім өзінің қалауынша. Ал қазір енді бұның үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымызды шетінен себелеп отырып салайық. Елеуіштен өткізіп дайындап қойған ұн. Сіздер де елеуіштен өткізіп, өздеріңіз білесіздер, қыз-келіншектер, әдемілеп, ешқандай жаңа комок қалмайтындай, іртік ұндардың іртігі қалмайтындай, сондай бір масса дайындап аламыз. Оны сіздер менен де жақсы білесіздер. Жаңа 200 грамм ұнымызды қосамыз түгел, өйткені бұның үстінен біз шетінен осылай араластырып отырамыз. Бұның үстінен біз ыстық суымызды құямыз. Қазір бәрін араластырып болғаннан кейін. Сонда қатты қою емес, орташа қоймалжың. Қысқасын айтқанда сұйығырақ. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа жаңа бізде масса пайда болады. Соны біз әдемілеп жаңа құймағымызды пісіреміз. Мінекей, біз барын араластырып болдық, ұнды 200 граммды араластырып болдық. Енді осының үстінен жаңағы ыстық суымызды құя бастаймыз. Бірте-бірте араластырамыз. Қайнап тұрған, жылы емес, салқын емес, прям қазір ғана оттан шыққан ыстық су құюымыз керек. Сонда біздің жаңағы құймағымыз өте әдемі болып шығады. Түгел құйдық суымызды. Енді осыны араластырып болғаннан кейін, осының үстінен сұйық майымызды қоямыз. Ең соңынан 3 ас қасық сұйық майымызды қоямыз. Енді осы жақсы араластырып, осы құймағымызды жақсылап араластырғаннан кейін пісіре бастаймыз. Сіздер егер де қаласаңыздар, мен 3 жұмыртқамен жасадым. Біздің үйде 4 адамбыз, 2 кішкентай бала. Ал сіздер үлкен отбасы болсаңыздар, дәл осы рецептпен 2 еселеп, 3 еселеп көбейтіп пісіре берсеңіздер болады. Көп адамға істесеңіздер, мысалы 3 жұмыртқаның 16 жұмыртқа, 400 грамм ұн, 400 грамм сүт деген сияқты. Мінекей, біздің осындай әдемі массамыз дайын болды. Енді осыдан жақсылап қазір құймағымызды пісіреміз.
Мінекей қыздар, осылай әдемі, осындай тесік сондай әдемі блинымызды өстіп пісіріп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кейбір адамдар қызартып жейді, кейбір адамдар жаңағы ақшылау болады деген сияқты. Әркім өзінің қалауынша, біз мінекей осылай жейміз. Сосын сіздер жаңағы ара-арасында ғана табаны майдап тұрасыздар. Майдамаса да болады. Мен сәл-сәл өстіп жағып отырам майды. Осындай әдемі құймақты қыздар бәріміз үйде жасай аламыз, бірақ мынау өте жылдам дайындалады. Отбасы мүшелеріңізді осындай әдемі құймақпен қуанта беріңіздер қыздар. Өте дәмді болып шығады. Мінекей қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, сондай әдемі үлпілдеген, сондай керемет құймақ дайындадық жаңағы рецептан. Өздеріңіз міне жақыннан көрсетейін, қандай әдемі, қандай жұмсақ, былқылдаған керемет сондай құймақ дайын болды. Оны аласыздар өздеріңіз міне қалауларыңызша, кез келген тосаппен былай да алып жей берсеңіздер болады. Міне сондай әдемі керемет құймақ дайын болды. Ешқашан, ешқандай жерде сіздерді ұятқа қалдырмайтын, бірден әдемі болып шығатын, дәмді болып шығатын құймақтың рецебі міне осындай. Жасап көріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер, бәріңізге ұнайды деген сенімдемін. Сондай керемет болып шығады. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл менің алғашқы рецебім. Ендігі уақытта, алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.